Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Құрметті жамағат, тыңдармандар. Қазір мен бір тақырып айтамын. Ол тақырып намазда дұға қылу, ол сүннет. Бірақ қандай дұға қылуымыз керек? Әлбетте, Құраннан болған дұға және де хадистерде келген дұғалар. Және де ташахудпенен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салауат айту және де дұғаның тәртібі жайында хадистер айтатын боламыз. Бірінші хадис: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. Абу Бәкір ас-Сиддиқ радиаллаху анхудан жеткен хадисте ол айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен: я Расулаллах, маған сондай бір дұғаны үйретші, мен оны намазымда оқиын дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: құл Аллахумма инни заламту нафси катиран ва ла яғфиру зунуба илля анта фағфир ли мағфиратан мин индик вархамни иннака антал ғафурур рахим. Осы дұғаны оқиды. Жалпы бізге бұл дұғаның жаңағы мағынасын аудармай қойғанымыз жақсы. Кейін өзіміз аударып алармыз, Алла қаласа. Бұл жердегі ең басты мақсатымыз, біздің айтқанымыз келгені, яғни намазда дұға қылу керек. Әрбір мұсылман дұға қылу керек. Өйткені намаз ол дұға қылатын жер. Бұл хадисті имамул мухаддисин, яғни бүткіл мухаддистердің имамы имам Бухари рахматуллахи алейхи риуаят етеді. Бұл сахих хадис. Сол себептен де намазыңыз дұғасыз кетпесін. Намаз оқып жатқан кезде сіз міндетті түрде дұға қылып алыңыз. Бірақ біз Алла қаласа қазір тағы да бір хадистер айтамыз. Шарт бар. Қандай шарт? Адамдардан болған дұға. Құранда келмеген, хадисте келмеген адамдар өздері сұрайтын дұғаны қылуға болмайды. Өйткені біздің намазымыз бұзылып кетеді. Сол үшін намазда қандай дұға қылуымыз керек? Құранда келген және де хадисте келген дұғаларды қылуымыз керек. Айша радиаллаху анхадан жеткен хадисте, бұл хадис пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйелінен келеді. Айша анамыз ол айтады: анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кана ядуу фи солати. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрқашанда намазда былай дұға қылатын дейді: Аллахумма инни ауду бика мин азабил қабри ва ауду бика мин фитнатил масихид даджал ва ауду бика мин фитнатил махья ва фитнатил мамати. Аллахумма инни ауду бика минал маъсами вал маграми. Ал хадису равахул Бухари. Бұл дұғада, намазда дұға қылудың сүннет екеніне дәлел. Келесі біздің дәлеліміз Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анхудан жеткен хадисте, ташаххуд хадисінде айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сумма, яғни ат-тахиятты оқып бітірді, одан кейін салауатты оқып бітірді, одан кейін барып лиятахайяр минад дуаи а'жабаху илейхи фаядуу. Салауатты оқып біткеннен кейін өзіне ұнаған дұғаны оқысын дейді. Өзіне ұнаған дұғаны таңдап, соны оқысын дейді. Яғни салауатты оқып біткеннен кейін біз дұға оқуымыз керек. Бұл хадис Бухариде келеді. Тағы да келесі біздің дәлеліміз Муавия ибн ал-Хакам ас-Суламиден ұзын бір хадисінде айтады. Сумма қала наби саллаллаху алейхи вассалам. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: инна хазихи солата ла яслуху фиха шейун мин каламин нас. Бұл намаз деген сондай дейді, адамның сөзі айтылса, онда бұл намаз жарамай қалады дейді. Яғни намаз не істейді? Бұзылып кетеді. Сол себептен де біз намазда тұрған кезде адамның сөзін сөйлемеуіміз керек. Яғни адамның сөзі дегеніміз Құранда келмеген, хадисте келмеген сөздерді айтпауымыз керек. Бұл хадис бізге жаңағы тыйым салады. Яғни Құранда келмеген және де хадисте келмеген дұғаны оқуға бізге тыйым салады. Өйткені иннама хуа тасбих, өйткені намаз неден құралады? Тасбихтан, такбирдан, қираатул Құраннан құралады дейді. Ау кама қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам деп өзінің хадисін аяқтады дейді. Енді бұл хадис қай жерде келеді? Раваху Муслим, яғни имам Муслим рахматуллахи алейхи осы хадисті риуаят етеді. Өзінің сахихында риуаят етеді. Сол үшін Ханафи мазхабында бізге не істеуге болмайды? Намазда тұрған кезде өзіміздің дұғамызды қылуға болмайды. Құранда келген немесе жаңағы хадисте келген сүннет дұғаларды оқуға болады, рұқсат етіледі. Енді мына жақта қала Шафии, имам Шафии рахматуллахи алейхи, және де имам Шафимен жаңағыдай келісетін адамдар айтады: намазда дұға қылуға болады дейді. Дүние дұғасын, ақырет дұғасын қылуға болады дейді. Мейлі ол Құранға сәйкес келе ме, немесе хадиске сәйкес келе ме, келмей ме, дұға қылуға болады дейді. Ал біздің Ханафи мазхабында мына хадис, біз бүткіл хадиске амал жасаймыз. Сол себептен де бұл хадиске қарап, біз осы хадиске бағынамыз. Енді имам Шафи рахматуллахи өзінің бір дәлелі бар. Мүмкін бұл хадисті алмайтын шығар, ал біз бүткіл сахих хадистердің бәрін аламыз. Келесі дәлеліміз
Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудан жеткен хадисте айтады: "Кунту усалли ва наби саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр ва Умар мааху." Мен намаз оқыдым дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям менің жанымда Абу Бакр және Умар болды дейді. Радиаллаху анхум. Фаламма жаласту бадату бис-сана. Сөйтіп мен ат-тахиятқа отырған кезде мен Алланы ұлықтай бастадым дейді. Алланы, яғни ташаххуд айта бастадым дейді. Ат-тахиятты айта бастадым. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салауат айттым. Одан кейін барып өз-өзіме дуа қылдым дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сәл туъта." Сен тағы да сұра, Аллах тағала саған тағы да береді деді. Бұл хадис имам Термизиде келеді. Сол үшін намазда тұрған кезде өзіңіздің бір хадисте келген дұғалардың бәрін жаттап алыңыз, соны оқыңыз. Енді соңғы хадис, бұл да жаңағы Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудан жетеді хадис. Ол айтады, намаздың үлгісін түсіндіріп жатыр. Адам ат-тахият оқиды, одан кейін барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтады, одан кейін барып өз-өзіне дұға қылады дейді. Бұл хадисті Әл-Хаким Мустадрак Хаким бисанадин қауиинмен риуаят етеді. Сол үшін, құрметті жамағат, намазда ат-тахиятты оқып біткеннен кейін, салауатты оқып біткеннен кейін өзіңізге дұға қылуды ұмытпаңыз. Бірақ бір шарт қана, ол дұға Құранда және де хадисте келген болу керек.